рахмет, ұлтымыздың ұлттық қайраткер перзенті тіл тұрғындығын реформатор Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияны ашық деп жариялаймыз. Биыл ұлт ұстазы Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толып отыр. Әрине, ол кісіге қандай құрмет көрсетсек те артық емес. Бүгінгі халықаралық деңгейде өтіп жатқан конференцияда соның заңды жалғасы. Мына кеше осы конференцияға келген Түркиядан келген ғалымдар жай ғана Алматыға келіп кетпей, сол туған жеріне барамыз, елге барамыз деп біздің Қостанайға арқалыққа келіп қонақ болды, біз бірге ұшып келдік. Бұл да осы Ахмет атамызға деген үлкен құрметтің, ықыластың белгісі деп білеміз. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ағартушысы теңдесі жоқ еңбек сіңірген тарихи тұлға. Ол туралы жоғарыда айтылып айтылды. Ахмет Байтұрсынұлының осы ғылым салаларында еңбек ете жүріп, арқалаған ең ауыр жүгінің бірі, ең қомақты ісінің бірі, оның еркін шығармашылығы. Türk aleminin ortak bulduklarının biri Ahmet Baytursunoğlu, Kazak Dargınlık'ın kıspat kesenlerinde ömür sürüp, camı gerçelik ruhlu askerlik